Облыс әкімі Алға ауданында актив жиынына қатысқан соң, Алға қаласындағы бірқатар әлеуметтік және өндірістік орындардың жұмысымен танысты. Елбасының жаңа жолдауы жүктеген міндеттерге маңыз беру керектігін тапсырды. Алдымен молочный история серіктестігі салып жатқан ет өңдеу кешенінің құрылысын көрді. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Алға өндірістік аймағында жуырда ашылатын жаңа ет өңдеу кешені сағатына 15 бас малды сойып жіліктеуге қуатты. Жобаның жалпы құны 2,1 миллиард теңге. Ол қаржының басым бөлігі агробизнес корпорациясының несиесі. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев кешеннің дайын құрылғыларын көріп, ғимараттарын түгел аралап шықты. Себебі аймақтың дамуына серпін беретін жобаның инфрақұрылымы, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша бюджет есебінен жүргізілген. Бұл малды өздері бағып, жем-шөбін дайындап, сойып, өңдеп сатуға дейінгі тізбекті қамтитын алып кластерлік жүйе. Болашақта бордақыланатын мал санын Актеп серіктестігі 11 мың басқа жеткізуді көздеп отыр. Серіктестік басшысы алып кешеннің жұмысы мен қуаты туралы облыс әкіміне толық мәлімет берді. Әлеуметтік саладағы мемлекет пен жеке кәсіпкерлік серіктестігінің айқын белгісі Алғадағы балдырған балабақшасы. Уақытында қаңырап қалған 5 қабатты үйді жаңартып, бүлдіршіндер тәрбиесіне лайықты кең сарайға айналдырған Балкенже Аймұхамбетова облыс әкімі Бердібек Сапарбаевқа жетістіктері мен қиындықтарын жайып салды. Балабақшаның 3 тобында қазір 700 бала тәрбиеленіп жатыр. Балабақшаның жиһаздары Ақтөбеде жасалған. Бұл мәліметті естіген облыс әкімі өзінің орынбасарына облыс бойынша әлеуметтік сала кәсіпорындарының қажеттілігіне тек отандық өнімді пайдалануды тапсырды. Ал балабақша басшылығының да өз мұқтаждығы бар. Жаңа жылдан бастап тағы да бір топ ашуымызға жағдайымыз бар. Сосын біздің білім бөлімінің бастығының берген, бізге беріп отқан, біз енді частный партнерство болғандықтан, бізге бұлардың берген қаражаты тек қана налогқа, мына бізде жұмыс істейтін адамдардың жалақысына ғана жетеді. Ақалған әрине коммунальный услугілерге, свет, газ. Біздің бір жақсылығымыз бұл автономный отопление бізде. Біз сентябрьдің 3-нен бастап даже ішке жылу жібердік. Аталған мәселелер бойынша облыс әкімі өзінің орынбасарына істің анық-қанығын білуді тапсырды. Ал Алға индустриалдық техникалық колледжі қазір заман талабына сай білім мен тәрбиені ұштастырып отырған бірегей білім шаңырағы. 6 мамандық бойынша 300-ге жуық оқушы білім алатын колледждің материалдық техникалық әлеуеті жоғары. Тігін шеберханасы ұлттық киім үлгілерін жайнатып қойса, болашақ аспаздар қазірдің өзінде тәтті дәмнің түр-түрін дайындауға маманданған. Дәнекерлеу цехтарында оқушылар темірді пісіріп, өңдеудің қыр-сырын меңгереді. Ал автокөлік жөндеушілердің арасындағы қыздар да қажетті құралдарын жонып, қашап, икемге келтіруге машықтанған. Әрбір зертхананы зер салып аралап шыққан облыс әкімі оқушылардың әлеуметтік жағдайына да көңіл бөлді. Стипендия аласыңдар ма? Қанша аласыңдар стипендия? 13.400. Жатақхана бар ма? Жатақхана жоқ. Ауылдан келетін балалардың қазір күнге сұраныс көбейіп тұр. Қазір көбі жаңағы ағайын тумасының үйінде 8 бала пәтерде жатыр. Енді өзекті мәселе, бірақ мәселеміз сол. Себебі сұраныс көп болып тұр. Облыс әкімі жергілікті шипагер шипажайында аралап көрді. Балшықпен, тұзбен, тірек қимыл жүйелерін, буын ауруларын емдеуге маманданған шипажайда қысы-жазы емделушілер қатары толастаған емес. Ал Париж коммунасы серіктестігінің Бестамақ ауыл тұсындағы мал өсіру кешенінде облыс әкімі Бердібек Сапарбаев өндірістің ішкі нарықтағы сұранысты қамту тұрғысындағы жоспарларын тыңдады. Серік Әбдібек, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.